Ассалаумағалейкум мұсылмандарым. Соңғы кезде мына ажырасу деген керемет көбейіп кетті. Не болса соған ажыраса береді. Бәрінің кеудесі керемет, бәрі орысша айтқанда высокомерный, гордый. Біреу тоқтап кішкене артқа қарай қадам жасап, кешіріп не тоса тұру деген жоқ, бәрі кеудеден соғып бірімен бірі ажырасып жатқан халық. Көптеген бауырларымыз бен қарындастарымыз сот арқылы ажырасып, өздерінің үлкен күнәлар жасап жүргендерін білмейді. Сотқа көбінесе әйелдер барады. Ал күйеулер көбінесе қатыспайды сотқа. Сосын сот заочно шешім қабылдай салады. Немесе күйеулер сотта ажырасуға қарсы екендіктерін білдіреді. Бірақ сот оған қарамай ажырастыра салады. Өйткені сот әрқашанда әйелдер жақта көп. Сосын кейбір әйелдер шариғат бойынша белгіленген 3 ай тосу мерзімін тоспай-ақ басқа күйеуге шыға береді. Өкінішке орай көптеген әйелдер өздерін хиджаб киіп намаз оқыса керемет иманды білімдімін деп санайды. Олар түгілі көптеген имамдардың өздері де бұл сұрақта білімсіз болып келеді. Сот тек өкіметтің алдында қағаз бетінде ғана ажырастырады. Ал о дүниеде Аллах бізді өкіметтің заңдар бойынша емес, өзінің шариғаты бойынша соттайды. Сондықтан мені мұқият тыңдаңыздар, жауап берейін. Неке жасап үйленгеннен кейін талақты тек қана күйеулеріңіз береді. Имамдар не сот сізді ешқашанда ажырастыра алмайды. Сотқа беріп ажырасқан күннің өзінде де күйеуіңіздің талағы керек. Онсыз сіз өмір бойы сол күйеуіңіздің әйелі болып саналасыз. Егер сот арқылы ажырасып басқа күйеуге шықсаңыз да. Егер күйеуіңіздің талағын алмай басқа күйеуге шықсаңыз, онда сіз өмір бойы зина жасаған болып шығасыз, күнә жасайсыз. Зина деген прелюбодеяние. Былайша айтқанда прелюбодейка боласыз. Ал енді екінші күйеуден басқа бала тапсаңыз, балаңыз зинадан туылған болып есептеледі. Сондықтан күйеуіңізден қалай да болмасын талақ алу керек. 2 куәгердің қатысуымен. Талақ алған соң 3 ай күтуіңіз керек. Басқа еркекке күйеуге шықпай тұрып. Сонда ғана шариғат бойынша тазарас басыңыз болып саналады.